Ассалаумағалейкум бауырлар, менің Қазақ болсын YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қадір түні қандай құлшылық жасау керек, қадір түнінің қандай артықшылығы бар, қадір түнінен не сұрау керек жайында айтамын. Ең алдымен менің арнама жазылып, лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар да болады. Және арнама жазылғаннан кейін қоңыраушаны белгілеп кетсеңіз, менің жаңа видеоларым сіздерге келіп отырады. Рахмет. Ал енді мен бүгінгі қадір түнінің қасиеті туралы айтып өтейін. Қадір түні бұл сенің бір жылда қанша табыс табатының жазылатын тағдыр түні деп айтуға болады. Себебі атақты табиғин Муджахид айтады, қадір түні тағдыр түні. Оның бұлай аталуының себебі Алла тағала бұл түні келесі жылғы қадір түніне дейін кімнің ажалы жететінін, кімге қанша ризық несібе берілетіндігі, тағы да басқа үкімдерді белгілейді. Содан соң барлығын 4 періште Жәбірейіл, Исрафил, Микаил және өлім періштесіне тапсырады дейді. Міне көрдіңіз ба? Биыл ризығыңыз аз болды ма, онда осы қадір түні дәл бүгін сұраңыз. Алла тағала сіздің келесі Рамазандағы қадір түніне дейінгі ризығыңызды жазып қояды екен. Екінші, биыл қажылыққа кім баратыны осы бүгінгі қадір түні шешіледі. Себебі сахаба Ибн Аббас сол түні кітаптардың анасынан, яғни Лаухул Махфуздан бір жылдың ішінде кімге қанша ризық берілетіні, қашан қанша жаңбыр жауатыны, кімнің дүниеге келетіні, кімнің дүние салатыны, кімнің қажылыққа баратыны да жазылады деген. Қажылыққа баруды аңсап жүрсіз ғой, білем. Мен де аңсаймын, барлық аңсайды. Қажылыққа барған адамның өзі екінші рет қажылыққа барсам ғой деп аңсайды. Қажылыққа баруға қаражатыңыз жоқ па? Мұнда қадір түні Алладан сұраңызшы, қолыңызды жазыңыз. Алла тағала маған қажылыққа баруды, отбасыммен қажылыққа баруды, қабыл болған қажылықты нәсіп етші деп сұраңызшы. Дұғаңыз қабыл болса, сіз міндетті түрде қажылыққа баратын жолдама аласыз. Ал қажылыққа барған адамның күнәлері кешіріледі, анасынан жаңа туғандай пәк күйінде оралады деген хадис бар. Соны ескеріңіз. Иншалла 5-ші парызды өтеуге Алладан сұраңыз. Ол осы қадір түні шешілуі бек мүмкін. Икрима деген сахаба айтады, қадір түнінде бір жыл ішінде Алланың үйін Қабаны зиярат етіп қажылық жасаушылардың есімдері тіпті әкелерінің есімдерімен қосып жазылады деген. Қандай бақыт, Әрі бұл түнді құлшылықпен өткізген адамның, құлшылықпен, намазбен, дұғамен, зікірмен, дәл осындай құлшылықпен өткізген адамның абыройы артады, беделі өседі. Беделіңіздің өскенін, абыройыңыздың артқанын қаласаңыз, онда қадір түнін қадірлі, қадірменді қып өткізуге тырысыңыз. Әрі Абу Бәкір Уаррах деген сахаба айтады, қадір түнінің олай аталуының себебі дейді, қадірлі деп аталуының себебі, ешқандай қадірі, қасиеті жоқ адам сол түні құлшылықпен өткізсе дейді, абыройсыз адамның өзі сол қадір түні құлшылықпен өткізетін болса, осы түнде қадір қасиетіне айналады дейді. Ойлаңызшы, абырой жинауға да мүмкіндік. Олай айтуға себеп, қадір сөзін кейбір ғұламалар даңқ, абырой, бедел деп түсіндірген болса, басқа ғұламалар тағдыр деп түсіндірген. Тағдыр дейтін ол сіздің өміріңіздегі бақытыңызбен, сіздің өміріңіздегі қуанышты күндеріңізбен, сіздің өміріңіздегі қайғылы, мұңайған күндеріңіздің барлығы шешілетін дүние, ол тағдыр. Ал осы тағдырыңызға бір жылдық өзгеріс енгізу мүмкіндігі болайын деп тұр. Тағдырыңызға өзгеріс енгізу ендеше қадір түнді қалай өткізгендігіңізге байланысты болайын деп тұр. Сондықтан мұқият ойланыңыз. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен, шын мәнінде қадір түні жер бетінде періштелер ұсақ тастардан да көп болады дейді. Жер бетіндегі ұсақ тастарды біз есептей алмаймыз ғой, қанша көп. Ал сол күні періштем қандай құлшылық жасап жатыр екен, дұғасын қабыл етейінші деген періштелер көктен түскен кезде ол жер бетіндегі ұсақ тастардан да көп болады дейді. Сондықтан дұғам қабыл болмай қалады, менің дұғамды естімей қалады деп күмәнданушы болмаңыз. Міндетті түрде сіздің дұғаңыз естіледі. Егер сіз лайықты түрде дұға жасайтын болсаңыз, Аллах тағала оны міндетті түрде қабыл етеді. Және біліңіз, қадір түнін жіберіп алған кісі ұйықтап, ұялы телефонын шұқылап, теледидардан кино көріп деген сияқты басқа шоуларды көріп босқа өткізетін болса, ол адам қадір түнінің қасиетінен, бар жақсылықтан айырылған адам болып саналады. Өкінішті әрине. Анас ибн Малик айтады, Рамазан келгенде Алланың елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, расында сендерге бұл ай келді, онда 1000 айдан да қайырлы бір түн бар.
Сонда кім сол түннен мақрұм қалса, барлық игілікте мақрұм қалады дейді. Ал оның барлық игілігінен тек нағыз мақрұм адам ғана айырылып қалады деп айтқан екен. Ендеше мақрұм қалған адамдардан болмайықшы, керісінше дұғасы қабыл болған мұсылмандардан болайықшы. Қадір түнінде дұға жасайықшы, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кім қадір түнін Алладан сауабын күтіп, иман келтірген және үміт еткен күйде намаз оқып өткізсе, оның алдыңғы күнәлері кешіріледі дейді. Біздің күнәміз көп қой. Біздің қателіктеріміз көп қой. Сол қателіктерімізбен жасаған күнәлерімізді кешірілуін қалаймыз ғой. Олай болса, осы түні намаз оқиық. Тарауих намазын оқиық. Қажет намазын оқиық. Истихфар намазын оқиық. Және жәрдем сұрау намазын оқиық. Истихара намазын. Намазбен, құлшылықпен өткізсек, иншалла, біздің күнәларымызды Аллах Тағала кешіреді. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі хадисте келтірді. Мен қазір ғана айтқан хадис біздің күнәларымыздың кешірілуіне себеп болатындай нұсқаушы хадис. Қадір түні қандай дұға ең абзал дұға болып сұралады? Қадір түні айтқан қандай дұға ең абзал дұға болатынын білесіз ба? Айша анамыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: "Я Алланың елшісі, қадір түні қандай дұға айтқаным дұрыс, абзал болады?" деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: "Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фаъфу анни." Я Аллах Тағала, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің күнәларымды кешірші деген дұғаны айт. Осы дұға қадір түні ең абзал дұға деп айтқан еді. Олай болса, осы дұғаны айтайық. Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фаъфу анни. Я Аллахым Тағала, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің де күнәларымды кешірші. Міне, осы дұға бүгінгі қадір түніне жасалатын дұғалардың шыңы. Олай болса, осы дұғаны жаттайық, осы дұғаны қайталап айтайық. Біліңіздер, дұға жасаған кезде ең абзалы дәретіңізді алып алыңыз. Әрбір дұғаңызды 3 реттен қайталап шығыңыз. Және барша ықыласпен менің дұғам қабыл бола ма, болмай ма деген күмәнді алып тастаңыз. Міндетті түрде қабыл болады деп Алла Тағаладан үміт етіп жасаңыз. Сонда иншалла дұғаларыңыз қабыл болған дұғалардан болады. Қосымша намаз, сүннет намаздарын оқығаннан кейін Алламен ең жақсы қарым-қатынаста болатын, Аллаға ең жақын болатын сәт ол сәждедегі сәт. Сондықтан да қосымша намаздарыңызды, парыздан бөлек намаздарыңыздың сәждесінде жатып дұғаларыңызды қазақша сұраңыздар. Арабшасын білсеңіз, арабшасын айтыңыздар. Қандай мүмкіндігіңіз бар? Адам, суға кеткен адам қалай болса да тал қармайды ғой. Сол сияқты осы түні барша мүмкіндікті жасап, дұға жасап, намаз оқып, тал қармаған адам сияқты біз Алланың жібіне жармасайық. Қолымыздан келгеннің барлығын жасайық, иншалла. Сонда біз қадір түнінің қасиетін түсінген, осы түнде барынша пайдаланған адамдардан боламыз. Олай болса, бауырлар, осы түндегі қадірлі түннің берекетін, нығметін өздеріңізге сұраймын. Дұғаларыңыз қабыл болсын. Осы айда ұстаған оразаларыңызды Аллах Тағала қабыл етсін. Иншалла, баршамыздың дұғамыз қабыл болса, онда біздің елімізге тыныштық, береке, бірлік, әрбір жанұяға шаттық, ризық несібесіне адалдық келері сөзсіз. Әрі ең қуаныштысы, біз ауыз ашқан кезде қуанғанымыз сияқты Аллах Тағала ертең жәннатына кіргізіп бізді қуантсын. Жәннаттың төресі Фирдаусиді сұраңыздар. Дұғаларыңыз қабыл болсын. Және менің арнама кіріп, жазылып, осы видеоны көріп бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамын. Менімен бірге болсын, Қазақ білсін арнасын үнемі бақылап жүріңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.